Сәлем, достар. Бүгінгі көңіл-күйлерім қалай? Керемет па? Дәл осылай. Көңіл-күйді ең бірінші, ең жоғарғы дәрежеге жеткізіп алу керек. Көңіл-күйлерің қалай дегенде юху болу керек көңіл-күй. Сол кезде сабақты жақсы түсінетін боламыз, бүкіл нәрсе информацияны жақсы қабылдайтын боламыз. Екінші айтатын нәрсе, әрбір ақпарат айтылған кезде қандай керемет нәрсе, бұл не деген тамаша нәрсе, деп таңғалып тұру керек. Сол кезде біздің миымызда тік деп лампочкалар салады. Мына қызық ақпарат туралы айтып жатыр ғой. Значит, бұны түсініп алайық, ұғып алайық деген сигнал кетеді. Сол кезде қиын нәрселердің өзі сен үшін оп-оңай болады. Сол үшін ең бірінші нәрсе көңіл күйімізді көтеріп алуымыз керек. Настроение күшті болу керек. Одан кейін екінші деп таңғалып ақпаратты солай тыңдауымыз керек. Ал енді біздің бүгінгі бірінші сабағымыздың тақырыбы регрессиясыз оқу. Регрессиясыз оқу деген не? Біз әдетте мен оқушыларды байқадым, даже үлкен кісілерде де солай оқу мүмкін. Қайтеді, бір мәтінді оқып келе жатып, оны қайтадан қайталайды. Ал регрессиясыз оқу деген сол қайтадан артқа бармау, тек алға. Регрессиясыз оқу деген осы. Енді мен мына Қажымқан деген тексті, мәтінді регрессиямен қалай оқитын балалардың мысал келтірейін. Бұлай дейді: Қажымқан жастайынан байларға жалданып, ауыр жұмыс істеген, қайтадан ауыр жұмыс істеген дейді. Сол кезде батпаққа батып қалған, солай жалғастырады. Сол үшін осы әдетті қоюымыз керек. Осы әдетті қай кезде қоямыз? Яғни жылдам оқудың ең үлкен жауының бірі регрессиямен оқу. Осы регрессиясыз оқуды әдетке айналдыруымыз керек. Сол кезде біз жылдамдығымызды 2 есе арттырамыз, түсіну мағынамызды 3 есе арттырамыз. Енді бұл жерде регрессиямен оқып келе жатқан кезде кейбір мынандай сұрақтар болулары мүмкін. Мен түсінбей жатқан шығармын деп. Сол үшін бір абзацтан кейін ойлануға, 1 минут, 2 минут ойлануға мүмкіндік бар, жасауға болады былай. Мысалы, 1-2 минут ойланып, не туралы оқыдым жаңа деп шамалы қорытындылап, арғарай жылжуға болады. Ол уже егер абзацыңнан еш нәрсе түсінбеген болсаң, яғни 1-2 сөзде еш нәрсе түсінбеген болсаң, еш нәрсе аларың жоқ болса, қайтадан барып жаңағыны оқуға болады. Бұл регрессиямен оқуға жатпайды. Қайтадан барып. Сондықтан біз бірінші істеуіміз керек, әдетімізді жоюымыз керек. Қайталап оқу әдетімізді жойсақ, алдыға қарай, тек алдыға. Бізге Көкшетау және Суыр деген тақырыптардағы 2 қысқа ғана бір мәтінді беріп тұр. Бұл жерде біз сөздерді керісінше оқуымыз керек. Мысалы, Көкшетау деген дұрыс жазылып тұр ғой. Одан кейін сөйлемді бастайтын болсақ, солдан оңға қарай оқып үйренуіміз керек. Сол кезде егер біз әдеттегіден, яғни обычно біз әдеттен оңнан солға қарай оқимыз ғой. Енді бұл жерде керісінше солдан оңға қарап оқып әдеттенетін болсаң, әдеттен тыс нәрсе жасап көретін болсақ, ми шамалы соған да үйренеді. Сол кезде қарапайым дұрыс жазылған сөздерді одан жылдамырақ оқитын болады. Жылдамырақ оқуға көмегін тигізеді. Осы Көкшетау мен Суырды кемінде 5 рет оқып жаттығыңдар. Және де біз егер бір бетті оқып болғаннан кейін сол бетке өзіміз 5 сұрақ құрастыратын болсақ, сол бетте оқылған мәтінімізге 5 сұрақ қойатын болсақ, сонда біздің бір жағынан регрессиясы болғанда жылдамдығымыз артады. Және бұл бет не туралы екеніміз, түсінігіміз 99%-ке дейін жететін болады. Ал тағы да айтатын нәрсе бар. Және де біз осыдан кейін енді өз-өзімізді бақылауымыз керек. Басқа ешкім бізде бақылайтын ешкім болмаса, өз-өзімізді бақылап, кез келген мәтінді оқыған кезде, мен соны қалай оқып жатырмын? Регрессиясыз оқып жатырмын ба? Регрессиямен оқып жатырмын ба? Қайталап оқып жатырмын ба?
бірнені қайталап қойдым ба, қайталаған жоқпын ба деп өзіңді сырттан бақылап оқитын болсаң, осы регрессиясыз оқуға әдеттенетін боласың. Яғни негізінде күніне 5-10 бет осылай оқып дағдыланған дұрыс. Және де бір бетке 5 сұрақ құрастыру керек. Жақсы, сау болыңдар.